Әй, тезірек. Неғып тұрсыңдар сол жерде, бөтен адамдар сияқты қатып қалып. Такси 5 минуттан бері күтіп тұр, есептегіш тоқтамай жүріп жатыр. Кіріңдер енді, аяқтарыңды сүртіңдер. Кілемді жаңа ғана химиялық тазалаудан әкелдік. Сарсенгүл тар дәліздің ішінде күйіп кеткен мысықтай ары-бері жүгіріп жүрді. Оның үстіндегі түрлі түсті жазғы сарафаны қымбат бутиктен алынғаны бірден байқалады, бірақ ол ескі хрущевканың қабырғаларымен мүлде үйлеспей тұр. Ал ауыр, тәтті иісі бар қымбат әтірі бұл үйге тәншаң мен валерьянканың үйреншікті иісін басып кеткен. Ол біресе сөмкесін ұстап алады, біресе тумбочкаға тастап, босоножкасының бауын түзейді. Соның бәрін істеп жүріп тоқтамай сөйлей береді. Медет табалдырықта сілейіп тұрып қалды. Оның қолында әдемі лентамен байланған ақ қорап бар еді. Ішінде Наполеон торты. Қораптың салқын картон түбі алақанын тоңдырып тұр. Сол сәтте оған шынайы болып сезілген жалғыз нәрсе осы ғана еді. Жанында Бақтыгүл үнсіз тұрды. Ол сөмкесінің бауын қатты қысып алған. Күлімсіреген жоқ. Бақтыгүл Медеттің отбасы жайлы сөз болғанда сирек күлетін, ал Медет оны бұл үшін кінәлай алмайтын. «Апа, қайда жүрсіз?» деп Сарсенгүл пәтердің ішіне қарай айқайлады. Келіп қалды. Бөлмеден тозған шәркейін сүйретіп Тамара апа шықты. 2 жыл бойы көрмесе де, анасы мүлде өзгермегендей көрінді. Сол баяғы гүлді халат, сол баяғы қайғылы кейіп. Ол мұндай жүзді кәсіби актриса сияқты бір сәтте ақ киіп ала алатын. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Көздері мазасызданып жан-жаққа жалтақтай береді. Ұлына қарамайды. Одан сәл әріге есікке, сағатқа, чемодандарға қарайды. Чемодандар. Медет табалдырықта аттағанда көзге оғаш көрінген нәрсенің не екенін енді ғана түсінді. Дәліздің бәрі қаптар мен чемодандарға толып кеткен. 3 үлкен дөңкеген дөңгелекті чемодан тұр. Ішіне сонша зат салынғаны көрініп тұр, сыдырмалары жарылып кететіндей. Ал олардың үстіндегі аяқ киім сөресінде Мамыр мен Аня отыр. Жиендері екеуі де үнсіз. Сыпыртқа астындағы тышқандардай тынып қалған. Сырттап тапшілде болса да, үстілерінде желден қорғайтын күртеше. Арқаларында мектеп рюкзактары. 9-ға келген Мамыр кроссовкасының ұшымен линолеумды шұқып отыр. Ал кішкентай Аня құлағы жыртылған жұмсақ қоян ойыншығын құшақтап алған. «Сәлем, апа», деді Медет қарлығып. «Біз шайға торт әкелдік. Өзіңіз жай ғана отырып сөйлесеміз деген едіңіз». Тамара апа 2 қолын сермеп, жүрегін ұстап, театрдағыдай кейіп танытты. «Ой, балам, Медет. Келдіңдер ме бәрібір? Мен қарт аналарын кешірмейді деп ойлап едім. Өтіңдер, есік алдында тұрмаңдар. Торт деген жақсы ғой. Өте жақсы. Бірақ бізге шай ішуге уақыт болмас, шамасы». Осы уақытқа дейін көзге түспеуге тырысып тұрған Бақтыгүл кенет алға шықты. «Тамара апа, бұл чемодандармен қайда жиналып жатырсыздар? Телефонда сіз тек сағындым, сөйлескім келеді деп айтқан едіңіз ғой». Анасы абыржып қалды. «Өмір деген күтпеген нәрселерге толы ғой, Бақтыгүл», деді ол күбірлеп. «Мен неге қоңырау шалдым? Жаным ауырып жүреді, ал мұнда мынандай жағдай болып қалды». Сарсенгүл қуанышқа кенелді. Күйеуге шықты. Медет көзін әпкесіне аударды. Сарсенгүл жарқырап тұр. «Ия, Медет. Елестетші, Игорь деген бизнесмен. Салмақты адам. Анау маскүнемнен әлде қайда жақсы». Ол қолын Мамыр жаққа сілтеді. Бала басын одан сайын төмен түсіріп жіберді. «Қысқасы, Игорь менің мүмкіндігім. Түсінесің бе? Қалыпты өмірге мүмкіндік. Біз дәл қазір Балиға ұшамыз». «Балиға» деп Медет жай ғана қайталады. «Құттықтаймын, ал балалар ше?» Сарсенгүл жүйкесі сыр беріп күліп жіберді. «Әй, сен де қызықсың ғой, Медет. Бали мен балалардың не қатысы бар? Бұл романтикалық саяхат қой. Игорь айтты, тек екеуміз, ол әзірге шуға дайын емес. Оған тыныштық керек. Жұмысы жүйкені жұғартады. Ол балаларды әзірге қабылдай алмайды.
Медет қолындағы торт қорабын әпкесінің сөмкесінің жанына қойды. Сонда, деді ол баяу. Сонда не? Деп сөзге Тамара апа араласты. Сен маған неге тергеу жүргізіп тұрғандай сұрақ қоясың? Көрмей тұрсың ба, жағдай өте қиын. Мен немерелеріммен қалуым керек, жастар демалып келгенше өзіме алып кетемін деп жоспарлағанмын. Ол бір сәт кідіріп, өзіне жанашырлық білдірер деп күткендей болды. Бірақ ешкім үн қатпаған соң даусын көтеріп жалғастырды. Таңертеңнен бері қысымым 200-ге 120 болып тұр. Дәрігер келді. Қатаң төсек режимі керек, ешқандай ауырлық болмайды, әйтпесе инсульт болады деді. Ал мұнда 2 бала бар. Мамыр тынымсыз, айым ерке. Мен оларға қалай қараймын? 2 күннен кейін өзім құлап қаламын. Сонда оларды кім қарайды? Балалар үйіне өткіземіз бе? Медет анасына қарап құлағына сенбей тұрды. Бірақ шын мәнінде ол бәріне сенетін. Себебі олардың мінезін жақсы білетін. Сонда, деді ол баяу. Демек сіз маған кеше сағынғаныңыз үшін қоңырау шалған жоқсыз. Татуласайық деп те ойламадыңыз. Тек Сәрсенгүлдің жолдамасы жанып тұр, ал сіз, апа, кенеттен ауырып қалдыңыз. Сен қалай солай айта аласың? Деп Сәрсенгүл шыңғырып ағасына қарай ұмтылды. Анамның жағдайы нашар. Ал менің өмірімді дұрыстауға мүмкіндігім болуы мүмкін. Ерғали күтпейді. 3 сағаттан кейін ұшақ ұшады. Саған не, қиын ба? Сендерде тыныштық қой. 2 бөлмелі пәтер. Өз балаларың да жоқ. Тыныш өмір сүріп жатырсыңдар. Балалар 2 апта тұра тұрсын. Мамыр үлкен ғой, өзі тамақ ішеді, айымға қарайды. Сендерге тек кешке ұйықтатсаңдар болды. Медет, өтінем, адамша түсін. Медет көзін жұмды. Көз алдында 2 жыл бұрынғы оқиғалар кино сияқты сырғып өтті. Сол кезде олар осы пәтерде бірге тұрған. Ол Бақтыгүл, Тамара апа, Сәрсенгүл және балалар. Бұл нағыз тозақ еді. Сол кезде Сәрсенгүлдей өмірін құрып жүрмін деп жүретін. Әр кеш сайын кездесуге кететін. 3 сағат бойы сәнденіп ваннаны алып қоятын. Ал түнгі ауысымнан шаршап келген Бақтыгүл сәл болса да ұйықтағысы келетін. Бақтыгүл, балалармен аздап отыра тұршы, сен бәрібір үйдесің ғой, дейтін сол кезде Тамара апа. Бақтыгүл отыратын. Сорпа пісіретін. Балалардың киімін жуатын. Мамырмен сабақ қарайтын. Ал сол уақытта Сәрсенгүл жеке өмірін құрып жүретін, ал Тамара апа өз бөлмесінде сериал көріп жатып, басы ауырып тұр деп шағымданатын. Сол күндері Бақтыгүл біртіндеп көлеңкеге айналды. Көзінің астына қара шеңберлер пайда болды. 10 килограмм салмақ тастады. Қолдары дірілдей бастады. Медет бәріне шыдады. Отбасы үшін, анасы үшін. Уақытша ғой деп ойлады. Бірақ бір күні Бақтыгүл ас үйде қабырға бойымен сырғып отырып қалды. Тұруға шамасы келмеді. Ол арзан мелодрамалардағыдай есінен танған жоқ. Жай ғана еденге отырып, бетін қолымен жауып, әлсіздіктен үнсіз жылай бастады. Сол кеште Медет үлкен жанжал шығарды. Ол Сәрсенгүлден өз балаларына жауапкершілік алуын талап етті. Ал Тамара ападан Бақтыгүлді тегін қызметші сияқты пайдалануды тоқтатуды сұрады. Ал жауап ретінде не естіді? Нанымды жеп отырып, әлі риза емессіңдер ме? Ұнамаса, есік ашық. Сол күні Тамара апа олардың чемодандарын өзі есіктің сыртына шығарып қойған. Ал Сәрсенгүл жанында тұрып күліп, сен өзімшілсің. Қарындасыңның бақытын қаламайсың. Содан бері 2 жыл өтті. 2 жыл бойы олар тыныш өмір сүрді. Пәтер жалдады. Бақтыгүл қайтадан гүлдей бастады. Жұмыста жоғарылады. Екеуі ипотекаға ақша жинай бастады. Ал енді бір телефон қоңырауы. Және оларды қайтадан сол өмірге тартқысы келеді. Медет. Бақтыгүлдің жай дауысы оны ойынан шығарды. Ол әйеліне қарады. Бақтыгүл тік тұр. Көзін Тамара ападан тайдырмайды. Ол бәрін әлдеқашан түсінген еді. Жолда келе жатқанда, ал Медет ақмақ сияқты анасы хабарласқанына қуанып отырған. Бірақ Бақтыгүл бәрін біліп тұрса да, онымен бірге келген. Оны жалғыз қалдырмау үшін. 2 апта ма? Деп Бақтыгүл Сәрсенгүлге қарап сұрады.
Сен шынымен 2 апта дейсің бе? Сәрсенгүл кідіріп қалды. Көзі чемодандарға қарай тайып кетті. Ну, шамамен мүмкін сәл ұзағырақта болар. Ерғали Сингапурға да соғып кетейік деп. Және де, Медет, айтарым, қандай айырмашылық бар. Ең бастысы, қазір балаларды алып кету. Такси күтіп тұр. Жарайды, айымда алыңдар. Мамыр өзі машинаның алдына жетеді. Ол бәрін өздері шешіп қойған. Олардың барлығы бәрін оның орнына шешіп қойды. Медет, сен неге үнсізсің? Деп Сәрсенгүл зарлап оның жеңінен сүйреп алды. Біз тіркеуге кешігіп қаламыз. Сен қаласаң, мен бақытсыз болып қаламын ба? Өмірімді жалғыз өткізуге мәжбүр қыласың ба? Сен үшін өкінесің бе? Қан ба, Қан. Олар бұл сөзді қалай жақсы көретінін. Қан олардың қалауын сатып алатын валюта сияқты. Медет көзін Бақтыгүлге аударды. Ол бірден басын қимылдатты, жоқта, ұят емес. Өзің шеш, бірақ болатынын ескер. Ол қолындағы тортты еске алды. Наполеон. Тәтті, нәзік, сыңғыш, дәл қазіргі өмірлеріне ұқсас, Бақтыгүлмен бірге жасалып жатқандай. Бір қимылда бәрі ұсақ болып үгітілуі мүмкін. Егер қазір балаларды алса, Сәрсенгүл 2 аптадан соң оралмайды. Ол ішінен сезіп тұрды. Ерғали, балаларды ұнатпайтын адам бір шарт қояды. Немесе мен, немесе олар. Ал Сәрсенгүл, мерекенің мәңгі іздеушісі, Ерғалиды таңдайды. Ол демалысты созады, кейін үйді реттеу керек дейді. Сосын орын жоқ, кейін деп шегінеді. Балалар оларда 1 ай, 1 жыл, тіпті мәңгі қалады. Ал Бақтыгүл қайтадан көлеңкеге айналады. Медет терең дем алды. Пәтердегі ауа тұншығып өтірікпен уланғандай сезілді. Жоқ, деді ол. Не? Сәрсенгүл аузын ашып сілейіп қалды. Не дедің? Жоқ, біз балаларды алмаймыз деп нақты айтты Медет. Тамара апа, өлімге әкелетін қысымды ұмытып, тік тұрып, қапаланып көзін айқастырып алға шықты. Сен есіңнен адасып қалдың ба? Не істеп жатырсың? Қарындасың үйленіп жатыр, рейсі бар. Балаларды қайда шығарады? Көшеге тастайсың ба? Бұл сенің балаларың, мама, деп қатты жауап берді Медет, қолындағы дірілдің орнына суық сенімділік орнағанын сезіп. Ал сенің немерелерің ше? Сендер екеуің ересек әйелдерсіз, осы саяхатты жоспарлап, чемодандар жинадыңыз, билеттер сатып алдыңыз, білдіңіз бе, бұл Ерғали балаларды қаламайды. Сонда соңғы сәтте оларды маған тастап кетуді ойладыңыз, менің сезімімен ойнауды жоспарладыңыз. Отбасы, деп айқайлады Сәрсенгүл, отбасы көмектесу керек, ал сен сатқын, өзімшіл, ерге бағынатынсың. Отбасы. Медет ашы, ренішті күліп қойды. 2 жыл бұрын, сіз бізді көшеге шығарған кезде, біз отбасы болғанбыз. Бақтыгүл шаршап құлаған кезде, ал сен, клубқа баратынсың, біз отбасы болғанбыз. Сіз бізді тек сол кезде ғана еске түсірдіңіздер, тегін бала қараушы мен сақтау камерасына қажет болғанда. Сенің ғажайып емес пе? Деп сыбырлады Тамара апа. Мына жерден кет, аяғыңның ізінде көргім келмейді. Тәкаппар болма. Біз қазір барамыз, деп сабырлы айтты Бақтыгүл, ол Медеттің қолынан ұстап алды. Оның алақаны жылы әрі сенімді болды. Сәрсенгүл жылай бастады, қатты, истерикалық туш бетінде ағып кетті. Ерғали мені тастайды. Ол өзі ұшып кетеді. Мен сені жек көремін. Жек көремін. Бұл сенің таңдауың, Сәрсенгүл, деді Медет есіктен шығарды. Сен өз балаларыңды жек көретін адамды таңдайсың. Сол туралы ойлан. Олар баспалдақ алаңына шықты. Есіктен балалардың айқайы, жылауы, анасының сықырлауы естіліп тұрды. Медет пен Бақтыгүл үндемей баспалдақтан төмен түсті. Бір қабаттан екінші қабатқа. Қабырғаларына жазылған жазулардан, жарнамалық қағаздары бар пошта жәшіктерінен өтіп. Көшеге шықты. Кешкі ауа, ыстық асфальт пен тал шөбінің иісі бетке ұрды. Медет сол сәтте ғана қолында әлі торт қорабы барын түсінді. Саусақтары ауырған. Олар машинаның жанында тоқтады. Медет қорапты машинаның қақпағына қойды. Қалайсың? Деп сұрады Бақтыгүл ақылды, бәрін түсінетін көздерімен. Медет 3-ші қабаттағы терезелерге қарады.
Сол жерде жарық жанған, Сәрсенгүлдің бөлмеде тұмсығы мениге іздеп жүрген көлеңкесін көрді. Білемін, деді ол, қораптағы лентаны босатып ұсақтап. Кішкентайларға аяушылық сезінемін, өте аяушылық. Егер оларды шынымен тастаса, егер қамқоршылыққа берсе, біз ресми түрде аламыз. Бірақ ондай емес. Қолымызға әрең тигенде шарасыз қалғанда емес. Бақтыгүл басын изеді. Мен білемін. Мен де оларды тастамас едім, егер шектен шықса, бірақ бүгін сен бәрін дұрыс жасадың. Әйтпесе, біз өзімізді жоғалтатын едік. Медет қорапты ашты. Наполеон бір жағы сәл сынды, бірақ иісі керемет, ваниль, крем, балалық шағының иісі. Сол балалық шағы, әлі интригалар, сатқындық және міндет бөлісу болмай тұрған. Тыңда, деді Медет қолымен торттан бір кесек сындырып. Әдептілік туралы ойламай. Крем саусақтарына кетіп қалды. Оны дәл осы жерде жейік. Үйге апармайық. Бақтыгүл кеш бойы алғаш рет шын жүректен күлімсіреді. Диетаны ұмытып кетейік, деді. Ол да бір кесек сындырып алды. Олар ескі аулада, Медеттің бала кезінен өскен жерде машина жанында тұрды. Қолдарын кремге бояп күліп тортты жеді. Күлкі біраз жүйкелі болды, бірақ сонымен бірге босаңсытатын еді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Лайк қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар, жаңа оқиғаларды өткізіп алмау үшін.